Жақында мен бір өте керемет кітапты оқып аяқтадым. Бұл Александр Дюманың «Граф Монте-Кристо» атты кітабы. Жалпы кітап 2 томнан тұрады. Әрқайсысы 700 беттен 1400 бет. Өте керемет туынды, классика деп те айтуға болады. Бұл кітапты жалпы мектеп бағдарламасында оқыдық па, оқымадық па, өкінішке орай есімде жоқ, бірақ осы кітапты оқудың сәті енді түскен екен. Міндетті түрде оқуға кеңес беремін. Жалпы бірінші томды тез оқып аяқтадым. Өте керемет кітап. Бірінші томда болар болып сыңды ғой деп ойладым да енді. Ал екінші томды ұзағырақ оқыдым. Бірақ негізі қызықтың барлығы сол екінші томда екен. Жалпы кітап негізі тез оқылады, сюжеті өте қызық. Спойлер ретінде кішкене айтып кетейін, бір жас жігіт белгісіз себептермен түрмеге түсіп қалады. Енді ол түрмеге түскеннен кейін енді кез келген адамның ойы ғой, енді ол қалайша Құдайға шүкіршілік айтады дегендей. Бұл жерде қандай плюстар бар дегендей. Бірақ енді бұл жерде негізі кітап негізі өмірде болған шынайы оқиға негізделіп жазылған негізі. Сол түрмеде ол жас бала өміріне қажетті өте үлкен сабақты алып шығады. Шыққаннан кейін жаңағы өте керемет жетістіктерге жетеді дегенде ғой. Жаңағы керемет графтың, енді оқыған адамдар білетін шығар, графтың өзіне қастандық жасаған адамдардан кек алу үшін 15 немесе 20 жыл ғой деймін, 15-20 жыл уақыт дайындалады ғой. Дайындалып сол барлық жауларынан жаңағыдай кек алып, обязательно кек алып, өте керемет нәтижеге жетемін деп ойлайды, алайда бірақ ол кек алғаны оған ешқандай да өкінішке орай соңында рахат сыйламайды. Бұл жерде айтайын дегенім, жалпы кез келген кітап оқығанда біз өзімізге жаңағы ішінен керегін аламыз дейміз ғой. Бұл жерде менің өзіме алғаным, бұл кезде енді 17-18 ғасыр ма сондай, сол кезде жаңағы енді жалпы сот процестері енді қарқынды дамып келе жатқан кез. Жаңағы көбінесе жазбаша дәлелдер жоқ, көбінесе жаңағы біреудің айтқанына сеніп, свидетельские показания дейміз ғой. Сондайларға сеніп, былайша айтқанда үкім, приговор шығара беретін болған. Бір ауыз біреудің айтқан сөзіне сеніп, былайша айтқанда басқа адамды қамай салатын болған. Сондықтан да өте сол керемет кездер, мынау жаңағы Европада енді сол сот процестері, сот істері енді дамып келе жатқан, заң жалпы өте керемет дамып келе жатқан кездер. Сол жағынан маған өте қатты қызық болды. Жалпы тағы да айта кетемін, бұл классика, кез келген адам оқуға міндетті кітаптардың бірі.